Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз көкнәр қосылған тоқаштар жасайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең алдымен көкнәрді, 150 грамм көкнәрді үстінен ыстық су құйып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Қайнап тұрған су қосамыз. Үстінен қайнап тұрған суымызды қосамыз. Бір сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Көкнәріміз бұғып тұрған уақытта 1 ас қасық аштығымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, одан кейін қантымызды қосамыз 100 грамм. Үстіне жылы сүтімізді құйып, былғап, аштығымыз көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Аштығымыз көтерілді. Енді оған 600 грамм ұнымызды қосамыз да, нанымызды елейтін боламыз. Үстінен 2 жұмыртқа, енді жақсылап елейміз. Үстінен қалған сүтімізді құямыз. Бір келкі масса болғанға дейін елейтін боламыз. Үстінен сары майымызды қосамыз, еріп тұрған. Бұлғап аламыз нанымызды. Теңдеп тұрып елейміз. Столдың үстіне шамалы 10 сеуіп, нанымызды столға жайғастырып, әрі қарай елейміз. Нанымызды бір келкі қылып елеп алдық. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабысатын нан. Енді бұны жаңағы ыдысымызға қайтадан салып, бетін жауып, 2 есе ұлғайғанша қойып қоятын боламыз. Шамамен 1 сағатқа. Көкнәрімізді сүзіп аламыз. Сүзіп алдық. Енді үстінен сүт құямызды баяу отта қайнататын боламыз. Сүтіміз әбден кеткенге дейін осылай біз пісіріп алатын боламыз көкнәрімізді. Сүті азайғаннан кейін үстінен қант қосып, сары май қосамыз. Енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз.
тағы да бір 5 минут пісіріп аламыз да, сосын астын сөндіреміз. Біздің қамырымыз көтерілді. Столдың үстіне оны сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Нанымызды жайып алдық. Үстінен көкнардан салмамызды саламыз да, жағамыз нанымызға. Көкнарды біркелкі етіп жағып алдық та, енді рулетке ораймыз. Мінеки барлығын орап аламыз. Рулет қылып нанымызды. Мен ыңғайлайтып өзіме алдымен екіге бөліп алдым. Одан кейін шағын бөліктерге бөлеміз. Мінеки, ішіндегі көкнәрі. Бөліктерімізді протеинге саламыз. Мен алдын ала пешімді 180 градусқа қойып, қосып қойдым. Асты үстімен конвекциясымен енді тоқаштарымызды 25-30 минутқа пешке салатын боламыз. Уақытын өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Біздің тоқаштарымыз дайын. Менде 25 минутта дайын болды. Үстінен алдын ала ерітілген шоколадты алып жағатын боламыз. Біздің тоқаштарымыз дайын. Арасында осылай көкнәрі көп, үстінде шоколады бар. Тәтті тоқаштарымыз дайын. Бүгінгі видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Рахмет, сау болыңыздар.